Қайырлы күн. Бүгінгі сабақта біз Python тілінде мәтіндік мәліметтермен қалай жұмыс істейміз, соны үйренетін боламыз, иә. Ағылшын тілінде мәтіндік типтегі мәліметтерді string типі деп айтады, string формат, str қысқаша. Орысша тоже string, строки деп аталады. Қазақша оны біз тікелей аударатын болсақ тізбек, яғни символдардың тізбегі деп аударуға болады, немесе мәтіндік тип деп айта берсек те болады, иә. Бізде ең алдымен мына жерде көрсетілгендей a тең input деп жазатын болсақ, жай ғана бұл енгізілген мәліметті қабылдап a айнымалысына меншіктеу болады, иә. Дәл осы input функциясы Pythonда кез келген мәліметті қабылдаған кезде дәл осы мәтіндік форматта қабылдайды. Біз сандық мәліметтерді қабылдау үшін арнайы бүтін сандарға int input немесе бөлшек сандарға float input деп көрсететін ек қоя. Мына жерде біз str input деп жазсақ та болады, немесе жазбасақ та болады. Обычно жазбайды, просто input дейді. Осы бізде мәтіндік типте берілген, мәтіндік форматта берілген информацияны қабылдауға input-тың өзі жеткілікті, иә. Мысалы input дейміз да, и енді print деп жазып көрсететін болсақ, осының өзін запуск басқанда мен мына жерден hello деп жазсам, менде print пустой қалып кетті ғой. Так, запуск басайын да, и қайтадан hello деп жазсам, осы a айнымалысына hello деген текст түсті, және осы hello шығарып береді. Енді бізде бір түсіну керек нәрсе, бұл жерде мен запуск басып 45 деп мысалға бір сандық мәліметті беретін болсам, input функциясы бұл санды да қабылдай алады. Бірақ қабылдаған кезде бұл 45 деген сан ретінде емес, символдардың тізбегі ретінде қабылдайды. Алдындар біз қарастырған мысалда b тең input деп беретін болсам, a плюс b деген кезде математикадағыдай қосу амалы емес, символдардың тізбегі бір-біріне тіркестеліп жазылады, иә. То есть мәтіндік строка, мәтіндік символдар қатары үшін қосу амалы осылайынан жүргізіледі, иә. Бізде мәтіндік форматта берілген мәлімет үшін len деген арнайы функция бар. Len и жанына жақшада a дейміз. Len деген осы біздің текстіміздағы ішінде неше штук символ бар екенін санап береді. Неше символ бар екенін санап береді. Мысалға мен мына жерде hello деп жазатын болсам, 5 деп шығарып береді. Немесе сәлем Python деп жазсам 12 дейді. То есть қанша штук символ бар екенін санап береді. Санап көрейік. Мына жерде 5, одан кейін пробелді санаймыз. 6-шы пробел тоже арнайы символға саналады. Одан кейін Python дегенде 6 символ, сонда 12 символ бар екенін тауып береді. Яғни len бұл біздің мәтіндегі неше символ бар екенін санауға арналған функция. Так, одан кейін бізде тағы да бір келесі b тең input деп жазайық. Және бұл жерде қараңыздар, егер бізде енгізілген мәліметті, мәтіндік типте тұрған мәліметті санға айналдыруға мүмкіндік болатын болса, оның сандық типінде мәні бар болатын болса, оны int функциясы арқылы санға айналдырып алуға болады. Немесе керісінше бір s деп жазайық, сандық мәнде тұрған информацияны керісінше строчный форматқа айналдыруға болады. n деп жазайық. И мына жерде мен қазір print жақшасында n үтір s деп жазатын болсам, так, бізде бірінші тұрған ол бір текст енгізуіміз сұрап тұр, жаңағыдай сәлем Python деп жаса салайық. Және одан кейін 12 деп жауабын шығарды, 12 оның ұзындығы. Одан кейін тағы да b input деп бізден бір сан сұрап жатыр. Сан емес, жалпы мәлімет енгізуді сұрап жатыр. Мен сан енгізейін 78 деп. 78 енгізгеннен кейін мен enter бассам, 78 деп екі мәлімет шығуда, print n, print s. Қараңыздар, бізде n деген бұл осы b-ның сандық версиясы. Түсінікті ғой, b-ның сандық версиясы. Бұл int b, яғни бізде b-ға 78 деген сан түсті, ал n осы 78-дің сандық версиясы.
Ал S деген STRN N деген айнымалының ішінде тұрған 78 бізде сан ғой. Санды керісінше қайтадан строкаға айналдыру керек. Мен мына жерде қазір көбейту 2 деп жазайын екеуіне де түсініктірек болу үшін. Қараңыздар. Запуск басам, біріншісіне S деп жазылайын, одан кейін 78 деп жазсам. Қараңыздар. Бұл жолы бізде 156 және 78 деген екі мәлімет шығуда. S деген бірінші сөз A-ға түседі, оның ұзындығы 3, түсінікті. Одан кейін B-ға 78-ді мен енгіздім, одан кейін N және S деген бізде айнымалылар бар. Енді N-ді 2-ке көбейтетін болсам 156 шығады. Яғни N-нің ішінде 78 деген менің жазған санымның сандық версиясы бар. Сандық версиядағы 78-ді 2-ке көбейтсем 156. Ол 78-ді 2-ке көбейткен кәдімгі математикадағы. Ал S-тің ішінде 78-дің строка версиясы, яғни мәтіндік версиясы. Мәтіндік версиядағы S 78-ді 2-ке көбейтсек, 78 2 рет пайда болады. Міне бізде, яғни санды санға көбейту және санды сөзге көбейту осылайынан жұмыс істейді. Бізде, то есть мәтінді санға немесе санды мәтінге айналдыру int және str функциялары арқылы жүзеге асады. Бірақ естеріңізге сала кетейін, int функциясы егер бұны санға айналдыруға мүмкіндік бар болса айналдырып береді. Мысалы 78-ді санға айналдыруға болады. Дұрыс па? Ал егер мына жерде мысалы мен бірінші yes дейін, ал екіншісіне no десемше, онда менде ошибка шығады. Менің екінші енгізген no деген сөзім B-ға барып түседі да, бірақ no деген сөздің сандық версиясы жоқ қой. No деген ол қандай сан бола алады? Ол сан бола алмайды. Сондықтан бізде мына жерде ошибка шығады.